Мына кішкентай құс жай ғана біреумен емес, қорқынышты жыртқыш үні қолтырауынмен достық қарым-қатынаста. Бұл екі тіршілік иесі бір-бірінің жұмыртқаларын қорғайды. Жұптасу маусымы екеуінде бір мезгілде болады, және олар бір уақытта жұмыртқа салады. Ұрғашы қолтырауын ұясын жасағанда, құс оған жақындап, сол жерге өзінің бір-екі жұмыртқасын салады. Бұдан былай алып жыртқыш құс жұмыртқасын өз жұмыртқасындай қорғайды. Бірде-бір үлкен жау болашақ балапандарға жақындай алмайды. Бірақ қолтырауын өте ебедейсіз және ол кішкентай жылдам жаулардан қорғай алмауы мүмкін. Сонымен қатар, ол өзінің көп уақытын суда өткізетін болғандықтан, көмекке қанатты досы келеді. Ол қанаттарын жайып тұрып, жұмыртқаға келген келес кесірткесін қуып, болашақ ұрпақты дәл осылай сыртқы жаулардан қорғайды. Дәл осындай таңғажайып қос тіршілік иесінің өзара байланысы сіздерді таң қалдырады деген сенімдемін. Бұл құбылыс табиғатта жиі байқалады. Шалғын қасқыр мен борсық бірге жүреді. Олардың олай бірге жүрулерінің себебі екеуінің де аулайтын аңдары бір, яғни өте жылдам әрі сақ болып келетін саршұнақтар. Және оларды аулау үшін екі жыртқыш бір-бірінің аңшылық қабілеттерін пайдаланады. Шалғын қасқырында алыстан көру, есту жақсы дамыған болса, борсықта иіс сезу мен мықты аяқтары індерді оңай қазалады. Дәл осылай бірлесе жасаған аңшылықтың арқасында екеуі де өз олжаларына қол жеткізеді. Мына видеода қасқырдың борсықты көргендегі қуанышын қараңызшы. Қабан мен мангустардың да өзара байланыстары бар. Қабан мангустарды көрген жағдайда ыңғайланып жерге жатады. Сосын оған мангустар тазалық қызметін көрсетеді. Яғни, олар өткір тістерімен қабанның денесіндегі жәндіктерді, әсіресе кенелерді жейді. Демек, мангустарға қорек, ал қабанға таза дене. Мұндай тазалық қызметін африкалық құстарда көрсетеді. Олар сол жақта мекендейтін жануарлардың денесін қан сорғыш кенелерден тазартады. Ал су сиырлары өз денесін тазарту үшін балықтардың көмегіне жүгінеді. Олар көлдің арнайы жеріне тоқтап, балықтарды күтеді. Ал балықтар, оларды түрлі жәндік, паразит және тамақ қалдықтарынан тазартады. Мүйіз тұмсықтарда жұртпен қатар өз денесін тазартады. Және оған көмекке тасбақалар келеді. Оның денесіндегі қансорғыш паразиттер олар үшін қорек болады. Дәл осындай жолдармен тіршілік иелері бір-біріне көмектеседі. Бұл жалқау аң өте баяу қозғалуына байланысты өз бетінше жыртқыштардан қорғана алмайды. Бірақ қорғаныс ретінде ол өз денесінде көбелектерді көбейтеді. Және ол көбелектерде оның жүнінен басқа жерде тіршілік етпейді. Бұл екі тіршілік иесінің арасындағы байланыс былай жүзеге асады. Жәндіктердің өліктері жалқау аңның лас денесінде жасыл балдырлардың пайда болуына келеді. Және соның көмегімен ол ағаштардың арасында жыртқыштарға байқалмай қалады. Әр апта сайын жалқау аң көбелектер үшін төменге қарай түседі. Сол кезде оның жыртқыштарға жем болу қаупі жоғары болады. Мұндай тәуекелдерге бармаса тағы болмайды. Сайқымазақ балық пен теңіз анемоны арасында тамаша қарым-қатынас бар. Теңіз анемоны өте улы, бірақ бұл сайқымазақ балық үшін емес. Сондықтан балықтар оны үй және жаулардан қорғану үшін пайдаланады. Сонымен қатар оны түрлі қоқыстардан тазартып отырады. Тіпті уылдырықтарын осы теңіз анемонның астына жасырады. Алдымен ыңғайлы қатты затты тауып, сосын оған ұрғашы балық уылдырық шашады. Еркек балық оны ұрықтандырып, сосын оларға бас көз болады. Гоби балығы мен соқыр аш-шайын арасында нағыз достық симбиозы орын алған. Олар тіршілік ету үшін бір-біріне көмектеседі. Аш-шаяны екеуіне арнап ін қазумен айналысады, ал балық серіктесі нашар көретін болғандықтан күзетші қызметін атқарады. Ол айналаны бақылап,
қандай да бір қауіп төнетін жағдай болса, белгі беріп екеуі үндеріне жасырынады. Дәл осылай екеуі бір-біріне көмектесіп, бірінде тіршілік етулерін жалғастырады. Видео қызықты әрі пайдалы болса, менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.